мынау резиденттермен, болашақ дәрігерлермен кездестік. Олар ашығын айтты бірнешеуі. Біз шетелге кетейін деп жатырмыз дейді. Мен сұрадым, неге дедім. Олар айтады, енді біз осы резидентураға бізге грантқа төлеген ақшасын қайтарамыз, өйткені ондай міндет бүгін бар. Оны қайтарамыз да шетелге кетеміз, өйткені олар бізге жақсы жалақы төлейді. Бұл жерде жұмыс істеуге қорқамыз дейді. Енді олар көбінесе мынандай қызық бар. Үлкен дәрігерлер қатты шағымданбайды. Олар кәдімгідей көп нәрсеге сенбейді, әбден еттері үйренген. Мынау осы мамандыққа келейін деп жатқан резиденттермен, интерндермен сөйлессең, олар бірінші кезекте жаңағы стипендиямызды көтер, жатақхана жоқ деген сондай мәселелерді біз күтіп барғанбыз. Бірақ олардың ең бірінші сұрақ қойғаны қандай болды? Бізге қауіпсіздігімізді қамтамасыз етіңіздер. Ендеше біз басқа жаққа кетеміз. Өйткені қазіргі уақытта әлемде ең үлкен тренд қандай екенін білесіздер ме? Ең үлкен тренд міне осындай дәрігерлердің жетіспеушілігі. Тіпті Европа мемлекеттері, көптеген басқа мемлекеттер бүгін дәрігерлерге арнайы әлеуметтік пакеттерін дайындап шақырып жатыр. Бізде бүгіннің өзінде мыңдаған дәрігердің жетіспеушілігі бар. Бізде бүгін жаңа статистиканы көрсетті, бірнеше мың адам тіпті шетелге жұмысқа кетіп қалған фактілері бар. Яғни бізде отток болып жатыр. Біздің осы жүйемізге қаншама адам бітіріп жатыр, бірақ олар бүгін осы жүйеге келіп жатқан жоқ. Тіпті гинекологтар бүгін мен поликлиникада болайын деп сұранады. Неге? Өйткені ол жаңағындай бала туып жатқанға сол көмек көрсетуден кішкене қашқақтайды, қорқақтайды. Өйткені үлкен жауапкершілік. Өйткені жаңағындай қауіпсіздік мәселесі бар. Олар айтады, мен поликлиникада боламын. Тіпті керек болатын болса, олар косметолог болып кетіп қалады. Тіпті керек болса, басқа да бір процедура кабинетке басқа енді нан тауып жейді ғой.